Сәлем достар! Бұл ең қызықты логикалық сұрақтар бағдарламасы. Сендермен бүгін менің досым инспектор Нияз талай криминалға толы детективті сұрақтардың жауабын табады. Дұрыстап жайғасып алыңыздар, мұқият болыңдар. Кетті! Бірінші сұрақ. Тонаушы адамдар бар ұшақты тұтқынға алды. Ол полициядан $2 миллиард және 2 парашют талап етті. Кейін лезде тұтқынға алған адамдармен қоса ұшақпен ұшып кетті. Бірақ жолдың ортасында ол тек бір парашютты пайдаланды. Ұшақтан ақшаны алып секіріп кетті. Сұрақ: не үшін тонаушы 2 парашют алды? Жауабы: полиция қызметкерлері тонаушы 2 парашютпен тұтқынға алған адамдардың бірін алады деп ойлау үшін 2 парашютты алды. Өстіп ол полицияны алдап кетті. Екінші сұрақ. Қонақ үйде инспектор Нияз «Данияр, мені атпашы» деген қыздың дауысын естіді. Кейін тапанша атылған естіді. Инспектор Нияз лезде бөлмеге кіріп келсе, бөлмеде қыз өліп жатыр, қасында тапанша жатыр. Және бөлмеде құрылысшы, мұғалім және дәрігер болды. Инспектор Нияз мұғалімге қарап: «Сізді ұстауға тура келеді» деді. Инспектор Нияз қызды өлтірген осы адам екенін қайдан біліп қойды? Жауабы: себебі тапанша атылмас бұрын «Данияр, мені атпашы» деген сөзін естіді. Демек атқан адамның аты Данияр. Ал бұл бөлмеде тек бір ақ ол Данияр мұғалім болды. Мен көшеде келе жатып бір бейтаныс адамды көрдім. Бірақ лезде ол кім екенін білдім. Ол адамды бұрын ешқашан көрмегенмін, бірақ естігенмін. Ол адамның басқалардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Ол атақты адамда емес. Бірақ оны көре сала лезде ол кім екенін танып қойдым. Сұрақ: ол кім болуы мүмкін? Жауабы: бейтаныс адам менің танысымның егізі. Төртінші сұрақ. Менің ағам жыландарды жақсы көретін. Осы жолы міне Африкаға барып питонды сатып алды. Және оны осы шыны ыдыста ұстаған. Таңертең келіп қарасам, питон оны шағып алыпты. Мен питонды көріп өлтіріп тастадым, деді Ерасыл. Сұрақ: инспектор Нияз Ерасылдың өтірік айтып тұрғанын қайдан біліп қойды? Жауабы: питон шақпайды. Ол өз құрбанын орап, қысып өлтіреді. Демек Ерасыл өтірік айтып тұр. Бесінші сұрақ. Ұрлықшы қашып 3-ші қабаттағы терезеге көтеріліп кетті. Инспектор Нияз достарымен қанша тырысса да терезеге қолы кішкене жетпей тұр. Инспектор Нияз біраз уақыт ойланып, терезеге шығатын амал тапты. Сұрақ: ол қандай амал тапты?
Жауабы: олар орнымен ауысты. Себебі астындағы адам ұзын, демек оның қолы да ұзын. Алтыншы сұрақ. Жаңа жоба панданы тап. Панда қай жерде орналасқан? Дұрыс таптыңдар. Панда осы жерде орналасқан. Дұрыс таптыңдар. Панда осы жерде орналасқан. Панда осы жерде орналасқан.